Қазанның 1 мен 3 аралығында Астанада өтетін Қазэнерджи қауымдастығының 7-ші Еуразиялық форумына дайындық қызу жүріп жатыр. Баспасөз мәслихатына жиналған қауымдастық өкілдері мұнай-газ және энергетика саласының маңызды мәселелері талқыланатынын жеткізді. Ұйымдастырушылардың тағы бір көздегені шетелдіктерге Қазақстанды Астананың таныстыру. Жиынға әлемнің белді энергетикалық корпорацияларының жетекшілері, қаржыгерлер мен сарапшылар, кәсіпкерлер қатысады. Қауымдастық басшылығы 2020 жылға бүкіл әлемдік мұнай конгресін Астанада өткізуді көздеп отыр. Кеңестің отырысы біраз бағдарламаны талқылайды. Соған оның ішінде жалпы зерттеу жағынан қандай гранттар бөліну, қай жерде қандай зерттеу тапсыруға, қай елге қандай зерттеуді өткізетіндерін, 60 елдің национальный ұлттық комитеттердің басшылары келетін болғасын, енді өзіңіз түсініп отқан шығарсыз, бұл үлкен отырыс болайын деп отыр Астанада. Форум аясында елімізде алғаш рет бүкіл әлемдік мұнай кеңесінің отырысы өтеді деп жоспарланған. Мұның өзі қазақ елінің мұнай-газ саласындағы мүмкіндігінің жоғары екендігін көрсетеді дейді ұйымдастырушылар.